Сәлем қымбатты достар. Бұл 2025 жылдың маусым айына арналған егіздер белгісіне толық жылды жорамал. Бұл ерекше кезең жаңа мүмкіндіктер мен шешуші сәттерге толы болады. Құрметті егіздер, келе жатқан туған күндеріңіз құтты болсын. Сіз өте ақылды, алғыр, сергек жансыз. Сіздің идеяларыңыз бен әңгімелеріңіз айналаңызға шабыт сыйлайды әрдайым. Алдағы жаңа жасыңыз жаңа мүмкіндіктерге, жарқын таныстықтарға және күтпеген жерден қуаныштарға толы болсын. Ойларыңыз ұшқыр, жүрегіңіз еркін болсын. Жаңа биіктер сізді күтуде, батыл қадам жасаңыз деп айтамын. Ал енді маусым айына тоқталатын болсақ, әрбір датасына. Маусым егіздер үшін қолайлы кезең. Айдың 21-іне дейін сіздің белгіңізде жүреді. Бұл өмірлік күш-қуаттың артатын кезеңі, ішкі ресурстарыңыздың жаңаруы, физикалық саулықтың, денсаулықтың жақсаруының уақыты. Егер сіз бұрыннан келе жатқан денсаулық мәселелеріне тап болсаңыз, осы айда жеңілдік сезінуіңіз мүмкін. Сондай-ақ бұл ай сіздің қаржылық әлеуетіңізді кеңейтуге бағытталған маңызды сәттердің бастамасы болмақ. Жыл бойына созылатын Юпитердің транзиті арқылы табысыңыз артады. Қосымша кіріс көздері пайда болады. Бұл кезеңде жылжымайтын мүлікке, жерге немесе өндіріс саласына инвестиция салу өте тиімді болмақ. 5 маусымда Меркурий, сіздің басқарушы планетаңыз, ай түйіндерімен шиеленісті аспектіде болады. Бұл маңызды шешім қабылдау уақыты. Бұл шешімдер алдағы күздегі тұтылулар кезеңінде шешуші рөл атқаруы мүмкін. Бірақ ол туралы мен алдыңғы уақытта, болашақта арнайы видео жасаймын. Жауапкершілікті өзгеге артпай, бұл кезеңде өз бетіңізше әрекет еткен дұрыс. Себебі дәл қазір қабылдаған шешімдеріңіз болашақ тағдырыңызға тікелей әсер етеді. 6 маусымда Венера тауешкі белгісіне ауысады. Сіздің егіздер үшін бұл 12-ші үйде өтеді. Бұл ішкі үйлесімділік, рухани тыныштық кезеңі. Сіз өзіңізді жақсы сезінесіз. Сыртқы әлемде не болып жатқанына қарамастан, жүрегіңіз тыныштықта болады. Бұл уақытта алыстағы жақындарыңыздан жағымды жаңалықтар аласыз. Бұрынғы жасаған игі істеріңіздің қайтарымы келеді. Рухани да, материалдық та жағынан. 8 және 9 маусымда Меркурий және Юпитер планеталары Шаян белгісіне өтеді. Бұл егіздер үшін сіздің 2-ші үйіңізді белсендіреді. Бұл табыс, ақша, өз-өзіңізді бағалайтын сектор. Юпитер мұнда 1 жыл бойы болмақ. Алайда дәл осы күндері Юпитер Сатурнмен шиеленісте болады. Сондықтан кедергілер болуы мүмкін және күмәндар тууы мүмкін. Басқа адамдар сіздің ресурстарыңызды пайдаланып жатқандай көрінуі мүмкін. Жаңа жұмысқа тұру және мансапта алға жылжу кішкене қиын болуы мүмкін. 11 маусымда Мерген белгісінде толық ай болады. Егіздер үшін бұл сіздің 7-ші үйіңізде өтеді. Бұл қозғалыс, бұл серіктестік қатынастарды саралау, кіммен бірге жол жүру керектігін анықтайтын кезең. Іскерлік немесе жеке қарым-қатынастарда маңызды шешімдер қабылдануы мүмкін. Сондай-ақ қандай да бір ортақ жобаның аяқталуы, келісім шарттың түзілуі немесе серіктестерден маңызды хабарлар келуі ықтимал. 14 маусымда Венера мен Лилит қарсы аспектіде болады бір-біріне. Егіздер үшін бұл сіздің 6-ші үйде өтеді бұл құбылыс. 6-ші үй бізде жұмыс пен қызметтің үйі және сіздің 12-ші үйде өтеді. 12-ші үйге әсері болуы мүмкін. Ал 12-ші үй ол біздің ішкі әлем және кейде жалғыздықтың сезімін артатын үй. Бұл күні өзіңізден сіз мүмкін мынандай сұрақтар қоясыз. Мен басқаларға көмек әкеліп жүрмін бе, немесе менің жасап жатқан жұмысым, жасап жатқан істерімнен көмек бар ма дегендей сұрақтар туындауы мүмкін өзіңізде. Әлде өзімді тұтас соларға арнап қойдым ба деген сұрақтар туындауы мүмкін. Егер сіз жұрттардан,
айналаған жана қоршадан алғыс көрмей, реніш жинап жатсаңыз, ашық сөйлескен дұрыс. 15 маусымда ең күрделі күндердің бірі болады. Бұл күні Уран мен Марс, Юпитер мен Сатурн планеталарының арасында шиеленіс туындайды аспанда. Бұл күйзеліс, шұғыл шешімдер, техникалық ақаулар немесе күтпеген тосқауылдардың кезеңі. Энергияны бейберекет шашпай, дене белсенділігіне бағыттаңыз. Жаяу серуен, велосипед тебу, табиғатта серуендеу керек. 17 маусымда Марс планетасы сіздің 4-ші үйіңізде болады. 4-ші үй бізде отбасы, үй, жылжымайтын мүлік секторына өтеді. Бұл кезде үй шаруасы, жөндеу, отбасы мүшелерінің өтініштерін жасау, барлығы сіздің назарыңызды талап ететін болады бұл кезде. Бұл энергияны отбасыңызбен бірлескен істерге, табиғат аясындағы демалысқа жұмсау шиеленісті жаңағы төмендетудің жолы. Яғни отбасыңызға көңіл бөліп, солармен бірге уақыт өткізген дұрыс. 19 маусымда Юпитер мен Нептун планеталарының арасындағы шиеленіс орын алады. Бұл рухани құндылықтарға, идеологияға деген сенімнің сынаққа түсуі. Сіздің көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін. Бұл уақытты ішкі сұрақтарды қарастыруға арнаған жөн. 21 маусым жазғы күн тоқырауы. Бұл жаңа маусымның басталуы. Жылдың осы маусымында желтоқсанға ойға алған жоспарларыңызды жүзеге асыруға кірісуге болады. Яғни осыдан бұрын, жарты жыл бұрын ойыңызда болған жоспарларды қазір жылдамырақ жүзеге асыра аласыз. 24 маусымда күн мен Юпитер планеталары сіздің қаржы үйіңізде қосылады. Бұл өте қуатты күн болады. Өз-өзіңізге сенім артып, өзіңізді бағалауыңыз арта түседі. Бұл күні қосымша табыс, жаңа жұмыс, пайдалы ұсыныс келуі мүмкін. Сонымен қатар жаңа киім, жаңа күтім бетіңізге, денеңізге, сұлулық процедуралары осы күндерге өзіңізге көңіл бөлгіңіз келетін болады. Бұның бәрі жақсы белгі және сіз үшін жақсы жағынан өтеді. 25 маусымда аспанда жаңа ай туады. Әрине, жаңа ай ол әрдайым жаңа жоба, жаңа бастаулар, жаңа мүмкіндіктердің туы. Бұл жаңа сіз үшін әсіресе табыс көздері туралы болады және пайдалы адамдар, пайдалы қарым-қатынас, пайдалы келісімдер кезеңі. Сондықтан қоршаған ортаға, сізді қазір жан-жағыңыздағы адамдарға дұрыстап қарау керек. Дұрыстап сынап, қарап, жақын адамдардың сенімі сіздің өзіңізге деген сеніміңізді арттыратын болады бұл кезде. Және банк, қаржы ұйымдарымен жұмыс істеуге өте тиімді уақыт. 28 маусымда Меркурий Арыстан белгісіне өтеді, ал егіздер сіздер үшін сіздің бұл 3-ші үйіңізде белсендіреді. Бұл жаңағы Меркурийдің Арыстанға өтуі. Бұл таныстар, жаңа идеялар және үлкен бір ішіңізде шабыт кезеңі болады. Қызықты адамдармен кездесесіз, жаңа ұсыныстар аласыз, бірақ асығыс уәделер бермеңіз. Бәрін ойланып барып шешу керек. Айдың ең белсенді 3 күні 11, 17 және 25 маусым. Бұл тұтылулар аралығындағы ерекше сәттер. Жоспарлы істерді бастауға қолайсыз, бірақ күтпеген әрекеттерге, сезіммен шешім қабылдауға жақсы кезеңдер. Айтады ғой, жаңағы логикалық, басымыздағы логикалық ойлау емес, кейде жүректі тыңдау керек деп. Осы даталарда кейде өзіңіздің жаңағы эмоцияға бөлініп, жүрегіңізді тыңдап жасаған шешімдер дұрыс болуы мүмкін. 18 маусым сонымен қатар ерекше турбулентті күн болады. Бұл күні сабыр мен тыныштық сақтау керек, есіңізде болсын. Құрметті егіздер, бұл ай, маусым айы, июнь,
жаңа мүмкіндіктерге толы көріп тұрсыз. Сіздің табысыңыздың артуы әсіресе өз өзіңізді бағалау өседі. Жеке өмірде де жұмыста да алға қадам басуыңыз мүмкін. Ішкі даусыңызды тыңдап өзіңізге сеніңіз. Аспан сізге жол ашып тұр. Бұл видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.